Қайырлы күн, құрметті менің сүйікті оқушыларым. Бүгін бізде математика сабағы 2-ші сынып. Мен Атасу жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Тебенова Төлеш Бұлкайыровна, педагог сарапшы. Енді балалар, қарап тұрсаңдар, мен қолыма не ұстап тұрмын? Дұрыс айтасыңдар, мен моншақ ұстап тұрмын. Бұл әшекей бұйым, дұрыс айтасыңдар. Енді балалар, біз білеміз ба, осы моншақ қалай жасалынатын? Дұрыс айтасыңдар балалар, бұл моншақ тізіліп жасалынады. Енді бүгін бізде математикаға келсек, математика мен бұл моншақтың қандай бір-біріне қатысы бар деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бізде моншақ тәрізді нелер тізбектеледі? Дұрыс айтасыңдар, сандар тізбектеледі. Олай болатын болса, бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы балалар сандар тізбегі. Біз бүгін сіздермен сандар тізбегі тақырыбында сандардың орналасу ретін, олардың заңдылықтарын анықтайтын боламыз. Енді экранға қарайтын болсақ, тура осы моншақ, бірақ уже басқа ретпен орналасқан. Оны бізде балалар математикада заңдылық дейді. Бірінші қоңыр, күлгін, жасыл, көк, қызыл түс. Енді осы не істейді екен? Қайталанады екен балалар. Қоңыр, күлгін, жасыл, көк, қызыл түс. Ал енді осының бір тасын мен алып тастасам не болады балалар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Не істейді? Заңдылығы бұзылады. Ендеше бүгінгі сабақта біз осы сандар тізбегінің заңдылықтарының бұзылуын анықтауды және де сол сандар тізбегін тізуді дұрыс орналастыруды үйренетін боламыз. Сабағымызды бастайық. Сабағымыздың мақсаты 100-ге дейінгі сандар, 1000-ға дейінгі жүздіктер тізбегінің заңдылығын анықтайды. Берілген заңдылық бойынша тізбекті құрастырасыңдар, тізбектегі заңдылықтың бұзылуын табуды үйренесіңдер. Енді миға шабуыл. Бұрын білетінімізді еске түсіретін болатын болсақ, балалар, бұл жерде не берілген екен? Дұрыс айтасыңдар. Сандардың қатары берілген екен. Енді бірінші тұрған сандардың қатарын зерттеп көрсек, 1, 2, 3, 4, 5 әрі қарай жалғасып кете береді екен. Бұл бізде, дұрыс айтып отырсыңдар балалар, бұл бізде натурал сандар қатары. Келесі 2, 4, 6, 8, 10, 12 әрі қарай бұл да жалғасып кете береді екен. Бұл қандай сандар қатары? Дұрыс айтасыңдар балалар, бұлар жұп сандар қатары. Келесі 1, 3, 5, 7, 9, 11. Бұл қандай сандар қатары балалар? Дұрыс айтып отырсыңдар балалар, жарайсыңдар, бұл бізде тақ сандар қатары. Енді қарайық. 10, 8, 6, 4, 2. Сандар не істеп жатыр балалар? Кеміп жатыр, дұрыс айтасыңдар. Олай болса, бұл кему ретімен орналасқан сандар қатары. Өте жақсы балалар, барлығын есте сақтаған екенсіңдер, әрі қарай сабағымызды жалғастырайық. Бүгінгі сабағымызға келетін болсақ, бұл бізде бірінші тапсырма. Берілген заңдылық бойынша тізбек құруды және заңдылықтың бұзылуын табуды үйренесің. Олай болса, тапсырмамызды бастайық. 50 санның алдындағы ондықты жаз дейді. Жазып көрейік. Неше балалар? Дұрыс айтасыңдар. 50 санның алдындағы ондық бізде 40 деген сан. Өте жақсы. 600 саннан кейінгі жүздікті жаз дейді. 600 деген қандай сан балалар? 700. Дұрыс айтасыңдар. Өте жақсы. Жалғастырайық. 600 бен 800 сандарының арасындағы жүздікті жаз дейді. 600, одан кейін 700, одан кейін 800, әрі қарай жалғасып кете береді. Келесі тапсырмаға келетін болсақ, балалар бедейді. Қалып қойған жүздіктерді ата дейді. Ал атап көрейік. Мына жерде 100 тұр, одан кейін дұрыс айтасыңдар 200, одан кейін 300, 300-ден кейін 400, 500, 600, 700, 700-ден кейін 800, 900, 1000. Өте жақсы балалар, жүздіктер қатарын дұрыс айтып отыр екенсіңдер. Келесі тапсырмаға көшетін болсақ, қандай заңдылық бойынша жазылғанын тап дейді, және де жазуды жалғастыр дейді. Енді мына жерден анықтап көрейік. 900, 100 дейді. Енді мына жерде қандай заңдылық бар деп ойлайсыңдар балалар? Дұрыс айтасыңдар. Бұл жер не істеп келе жатыр? Кеміп келе жатыр екен. Енді бұл жердің заңдылығын анықтау үшін не істейміз?
900-ден, дұрыс айтып отырсыңдар, 700-ді азайтайық. 900-ден 700-ді азайтсақ неше балалар? 200 деген сан. Ендеше мына сандар қатары не істеп келе жатыр екен? 200-ге кеміп келе жатыр екен. Кемітіп көрейік. 700-ден 200-ді кеміткенде, дұрыс айтасыңдар, 500. 500-ді 200-ге кемітсек, 300, дұрыс айтасыңдар. Өте жақсы. 300-ді 200-ге кеміткенде, 100 деген сан шығады. Сонда бұл жердегі заңдылық қандай екен, балалар? 200-ге кеміп отырған екен, әрбір 100-дік. Өте жақсы. Келесі жалғастырайық. Келесі тапсырмамыз, балалар. Зерттеуге берілген тапсырма екен. Дейді, кестедегі сандар қатарын зерттеп, салыстырыңдар дейді. Ең бірінші зерттеп салыстырып алайық. Мына жердегі бірінші қатардағы сандар 9, 17, 25, 33, 41 деген сандар тұр екен. Енді бұл жерде балалар ең бірінші анықтайтынымыз не? Дұрыс айтасыңдар, сандар өсу ретімен тұр екен. Ал енді осылардың арасы қаншалықты, қандай заңдылықпен тұрғанын білу үшін не істейміз? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Біз үлкен саннан кіші санды азайтып аламыз. Азайтып көрейік. 17-ден 9-ды азайтайық. 17-ден 9-ды азайтқанда, балалар, дұрыс айтасыңдар, 8 деген сан қалады. Ендеше, келесі 17-ге 8-ді қосып көрейікші, балалар. Дұрыс айтасыңдар, 25. 25-ке 8-ді қосып көрсек, дұрыс айтасыңдар, 33. 33-ке 8-ді қоссақ, 41 деген сан шығады. Сонда, мына бізде бірінші қатарда сандар не істеген екен? 8-ге артып отырған екен. Келесі қатарды көрейік. 6, 11, 16, 21, 26 деген сандар тұр, балалар. Енді бұл жерде де тағы не істейміз? Үлкен сандан кіші санда азайтамыз. Аралығындағы заңдылықты анықтау үшін. 11-ден 6-ны азайтқан кезде бізде қандай сан қалады? 5 деген сан қалады. 5-ке арттырып көрейік. 5, 11-ге 5 қосқанда 16, 16-ға 5 қоссақ 21, 21-ге 5 қосқанда 26 деген сан шығады. Мына жерде жазып қоя салайық. 11 азайтылған 6 тең 5. Бұл екінші қатарда. Мына жерде 8 қосылып тұрса, мына жерде 5-ке артып тұр екен. Келесі қатарды зерттеп көрейік, балалар. 8, 16, 24, 32, 40. Не істеп тұр тағы да? Тағы да сандар қатары өсу ретімен тұр екен. Енді тағы да анықтап алайық. 16-дан 8-ді азайтқан кезде неше? 8 деген сан шығады. 16-ға 8-ді қосып көрсек 24, 24-ке 8-ді қосатын болсақ 32, 32-ге 8 қосатын болсақ 40 деген сан шығады. Мына жерге тағы да жазып қоя салайық. 16 азайтылған 8 тең 8. Сонда мына қатарда да не істеп тұр екен, балалар? 8-ге артып тұр екен. Келесі қатарды қалайтын болсақ 7, 15, 23, 31, 39 деген сандар тұр. Енді тағы да не істейміз? Үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Ол кезде бізде тағы да 8 деген сан шығады. 15-тен 7-ні азайтсақ 8. Енді осы 8-ді барлық санға қосып шығып көрейік. Тексерейік. 15-ке 8 қоссақ, балалар неше? Дұрыс айтасыңдар, 23. 23-ке 8 қосқанда 31. 31-ге 8 қоссақ, бізде 39 деген сан шығады. Бұл жерде де не істеп тұр? 8-ге қосылып тұр екен. Мына жерде 15-тен 7-ні азайтайық, 8. Сонда бізде, балалар, міне бірінші қатар, үшінші қатар, төртінші қатардағы сандар 8-ге артып тұр екен, бір қатар 5-ке ғана артып тұр екен. Олай болса дейді, қай сандар қатары артық дейді. Бізде қай сандар қатары артық? Дұрыс айтасыңдар. 5-ке артылған сандар қатары артық, оны сызып тастаймыз. Қалған сандар қатары не істеген екен? 8-ге артып тұр екен. Осындай сандар тізбегі, осындай заңдылықпен бізде есептер көп кездеседі. Өздеріңді осындай есептерді үйде құрастырып, әрі қарай шығара берулеріңе болады. Қазір. Келесі тапсырмаға өтетін болсақ, балалар, келесі тапсырмада осы заңдылықты анықтауға тағы да тізбекті жалғастырды екен. Бұны да байқап көрейік. Бұл жерде қандай заңдылық бар екен анықтап көрейік.
67, 60, 53, 46, 39. Не байқадық балалар? Дұрыс айтасыңдар. Сандар не істеп жатыр екен? Кеміп жатыр екен. Енді осының аралығында қандай заңдылық бар екенін қалай анықтаймыз? Дұрыс айтасыңдар. Алғашқы саннан екінші санды азайтамыз. Енді бұл жерде азайтатын болсақ, 67-ден 60-ты азайтсақ, бұл жерде қандай сан тұр? 7. 60-тан 7-ні азайтатын болсақ, 53. 53-тен 7-ні азайтатын болсақ, 46. 46-дан 7-ні азайтсақ, 39. 39-дан 7-ні азайтсақ, қандай сан? Дұрыс айтасыңдар, 32. 32-ден 7-ні азайтсақ, 25 деген сан шығады. 25-тен 7-ні азайтсақ, балалар, 18 деген сан шығады. Бұл жердегі заңдылық қандай екен? Сандар 7-ге кеміп отырған екен. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға өтетін болсақ. Енді бүгін балалар біз сіздермен сандар тізбегі деген тақырыпты өттік. Бұл тақырыпта біз заңдар тізбегі тек қана натурал сандар қатарынан, жұп сандар, тақ сандар қатарынан ғана тұрмайды. Ол жерде кемімелі, өспелі сандар тізбегінің қатары болатын, олардың әртүрлі өзінің заңдылығы болатынын байқадық, е? Олай болатын болса, бұл бізде болашақта тағы да осылай есептер шығаратын боламыз. 3-ші, 4-ші сыныптарда, кейін жоғарғы сыныптарға барғанда да жалғасатын тақырып. Бұл тақырып бізде балалар олимпиада есептерінде кездеседі. Сондықтан да бұны біз өте есімізде жақсы сақтап, осыны әрі қарай дамытып, өзімізде жаңа тапсырмалар құрастырылып, мынандай моншақтар көрсеңдер, сол моншақтардың арасында қандай заңдылықтар, фигуралардың арасында қандай заңдылықтар бар екенін анықтап, зерделеп жүрулеріңе тілектеспін. Сабақ аяқталды. Үйге 9-шы тапсырма, заңдылықтар қай жерде бұзылғанын тап, қатені түзетіп, қатарды 3 санға жалғастырып жазасыңдар. Сау болыңдар. Келесі кездескенше.